Good afternoon. My name is Shingiz Khan. I'm in the grade in school number 8 in town Atbasar. Мен Ақан Құрманов атындағы музейінің экскурсия жетекшісімін. Менің басты мақсатым оқушыларды тәрбиелеу, патриоттық сезімін, азаматтығын түсінігін дамыту. Қазіргі кезде балаларды тәрбиелеу мектеп мұражайының атқаратын жұмысы өте көп. Қазіргі кезде мектеп оқушылары патриоттық сезімін және азаматтығын әрқашанда мектеп мұражайының басты міндеті болып қалады. Өйткені балалық шақтан жастық шақ балалықтың патриоттық сезімін ояту ең құнарлы кезең. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендер Ақан Құрманов атындағы музейлеріне қош келдіңдер. Ақан Құрманов 1918 жылы Ақмола облысы Атбасар қаласындағы Ерікті, қазіргі Қосбармақ ауылында дүниеге келді. Ақан Құрманов Атбасар қаласындағы нөмірі 2-ші арнайы коллекциялық мектебінде оқыды. Осы мектепте Ақан Құрманов отырған оқу үстеліне сақталынып, осы ауылдағы өлген топырағы әкелінген. Ақан Құрманов 1943 жылы қыркүйек айында майданға аттанды. Бірінші армиясының 76-шы гвардиялық Қара теңіз дивизиясындағы 234-ші отрядының 2-ші полкіндегі атқыштар ротасының пулеметшілер отрядының командир қызметін атқарды. 28-ші қыркүйекте Құрманов 9 адамнан тұратын топты жинап Днепрден өтті. Вот что писал перед боем Акан Курманов в заметке «Моя клятва». Я, Акан Курманов, казах из Атбасара, коммунист и парторг роты, вместе со своими братьями-бойцами, русскими, белорусами, украинцами, казахами, туркменами, азербайджанцами, вместе со своим многонациональным народом даю священную клятву перед боем. Буду еще беспощаднее громить фашистов, бить их из своего автомата, уничтожать без промаха. Если погибну в бою, знайте, казах Ақан Курманов, парторг роты, не дрогнул перед фашистами, бил их умело и с честью выполнил свой долг перед советской родиной, перед народом, перед своими земляками, перед партией бессмертного Ленина. Чернигов облысының мүйістерін бастарын басып алу, полкты өзінен өткізу, жаңбырлы кезіндегі қону жүзеге асырылды. Отряд жаудың бірнеше шабуылына тойтарыс беріп, соңғы шабуылда Ақан Құрманов десантшы қайтыс болды. Мұражайда әскери билет, анасына хат және батыр беру құжаты сақталынған. Қосбармақ ауылында 1978 жылы батырға арнап болған мүсін қойылып, 2008 жылы Ақан Құрманов атындағы музей ашылды.
қаласындағы нөмірі 8-ші орта мектебіне көшірілді. Мен 5-ші сыныптан бастап оқыса мұражайдың экскурсия жетекшісімін. Батырдың өнегелі өмірін сыр шертіп, жас ұрпақ ұлтжандылыққа, руханилыққа баулайды. Қазіргі Нұр Сұлтан қаласы 17-ші гимназия мектебінің 2002 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы ашқан Базар қаласындағы нөмірі 2-ші коррекциялық мектеп-интернатына Батырдың аты берілді. Назарларыңызға рахмет.